Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен 15 мың теңгеге не келді, сіздермен бөліскім келіп отыр. Базардан емес, үйдің қасындағы магазинге бара салдым. Үйде картошка бітіп қалған, осындай өте свежий, сұрыпталған картоп екен. Осыдан алдым 4-5 килограмм. Содан кейін осындай фарш тартқызып алдым. Үйде фаршқа ет қалмапты, сол себепті сатып алдым. Килограммы 3100 теңге екен. Кішкене май қосқызып тартқыздым. Сонда дәмдірек болады. Содан кейін свежий фруктылар бар екен. Осындай апорт алма алдым. Өте үлкен, біреусінің өзі мынандай көлемді екен. Содан кейін гранат алдым. Үйде ұлым жақсы көреді осы гранатты. Сол себепті үзбей алып тұрамыз. Одан кейін жаңағы жүзім бар екен. Енді сезоны бітіп жатыр ғой. Жеп қалайық деп жүзім алып қайттым. Содан кейін груша. Алмұрттың қазір нағыз пісіп жатқан кезі ғой. Жұп-жұмсақ екен. Содан кейін осындай қолдың жаңғағы деп сатып тұр екен. Осы жаңғақтан алдым. Және де нан алдым, батон, булка. Осының барлығына менде 14 900 теңге кетті. Грубо айтқанда 15 мың теңге.